Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. Арқалық қаласындағы облыстық нөмір 2 әмбебап ғылыми кітапханасының әдістеме библиография бөлімі халық батыры Амангелді Имановтың туғанына 150 жыл толуына орай әзірленген өр рухты, қайсар мінезді батыр бабатты библиографиялық жаднаманы сіздердің назарларыңызға ұсынады. Қазақ халқының 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс басшыларының бірі, Қазақстандағы азамат соғысының қаһарманы Амангелді Иманов 1873 жылы 3 сәуірде Торғай уезінің Қайдауыл болысында, қазіргі Амангелді ауданында дүниеге келген. Амангелді 7 жасында әкесінен, 13 жасында анасынан айырылады. 8 жасынан 12-ге келгенше ауыл молдасынан арабша оқыды. 12 жасынан 16 жасқа дейін Дулыға өзенінің бойындағы Әбдірахман Ишанның медресесінде оқиды. 16 жастан кейін байларға жалданып жұмыс істейді. Амангелдінің немере ағасы Көшімбек орысша қазақша 2 жылдық мектеп ашып, сол мектепте Амангелді де 2 жыл оқып, орысша сауатын ашады. 1905-1907 жылдары орыстың бірінші революциясының азаттық идеясы ықпалымен шаруалардың байларға қарсы қарулы күресіне қатысты. 1896-1911 жылдары патша өкіметі оны сенімсіз адам деп бірнеше рет түрмеге отырғызды. Амангелді Иманов 1918 жылы 21 наурыз 2 сәуірде Орынборда болған Торғай кеңестерінің тұңғыш съезіне қатысты. Торғай даласының әскери комиссары болып тағайындалды. Қазан революциясының алғашқы күндерінен ақ Амангелді Иманов бұрынғы көтерілісшілерден Қызыл партизандар отрядын құрып, кеңес өкіметін қорғау күресіне белсене араласты. 1918 жылдың шілде айында кеңес қызметкерлерінің бір тобын басқарып, Торғай уезінде ауылдық және облыстық кеңестердің сайлауын өткізді. 1918 жылдың қараша айында Амангелді Иманов және Әлібек Жангелдин бастаған отряд ақ гвардияшылардан Торғай қаласын азат етті. 1919 жылдың 20 сәуірінде Торғайда кеңес өкіметі құлатылды да Амангелді Иманов тұтқынға алынды. 18 мамырға қараған түнде Амангелді Иманов айуандылықпен өлтірілді. Батыр қазақ азаматтарын бір-біріне қарсы қойған аласапыран уақыттың саясатының құрбаны болды. Мәйіті 1 жылдан кейін әуелі Алакөлге, кейін 1940 жылы Амангелді ауданына әкелініп жерленді. Амангелді Имановтың туған ауданы және республиканың көптеген елді мекендері батырдың есімімен аталады. Алматы қаласында, Астанада, Жезқазғанда, Арқалық қаласы мен аудан облыс орталықтарында батырдың ескерткіш мүсіні орнатылып, көптеген елді мекендер, мектептер мен мәдени ошақтары Амангелді Имановтың есімімен аталады. Арқалық қаласы мен Амангелді ауданының орталығында арнайы музейлер ашылған. Қазақ халқының батыр ұлы Амангелді Иманов өзінің бүкіл саналы да ерлікке толы өмірін большевиктер партиясының ісіне арнады. Ол қарапайым шаруалар арасынан шығып, саналы күрескер дәрежесіне көтерілді. Оның атын шығарған жеке басының қасиеттерінің арасында қажыр қайратқа толы батырлығы, шындық пен әділ сүйгіштігі, халық ісіне ақырына дейін берілгендігі оны басқалардан даралап, ерекшелеп тұрды. Халық батыры Амангелді Иманов бейнесі жыл өткен сайын әр қырынан ашылып, толығып келеді. Елін сүйген, халықтың қамын ойлаған ардагердің бүкіл өмір жолы бүгінгі ұрпаққа патриоттық, отаншылдық тәрбие берудің өшпес өнегесі. Батыр өмірінің үлгілі өнегесі ұрпақ санасында берік қалыптасып жалғаса бермек. Құрметті оқырман қауым, халық батыры Амангелді Имановтың туғанына 150 жыл толуына орай әзірленген өр рухты, қайсар мінезді батыр бабатты библиографиялық көрсеткішпен толық танысып, өздеріңізге қажетті мәліметтерді біздің кітапханамыздың әдістеме библиография бөлімінен келіп ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет.